Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен өте керемет рецептпен бөліскім келіп тұр. Яғни қатпарлы қамырдан жасалатын түтікшелер жасайтын боламыз, яғни слоеные трубочки деп аталады. Ішіне белковый крем қосылады. Мен сіздерге толық рецептпен бөлісетін боламын. Дәміне енді сөз жоқ, ғашық боласыздар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, және де қалай болып шыққаны туралы комментарийға жазып кетіңіздер. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен біз қатпарлы қамыр жасап аламыз. Осылай ұнымызды осылай орналастырамыз да, сары майымызды немесе маргаринді алып, осылай үккіштен өткізіп, онымен бірге араластырып отырамыз. Ең бастысы сары майларыңызды алдын ала мұздатқышқа қойып қойыңыздар. Ол бізде осылай үккіштен өткізгенде ыңғайлы болады, әрі еріп кетпеуі қажет. Бұл қамырды көбірек істеп қойып, мұздатқышта сақтай берсеңіздер болады. Түрлі тәттілерге, мысалға самсаға да тіпті қолдануға болады. Өте керемет болып шығады. Сол себептен көбірек жасап, сақтап қойсаңыздар болады да, кез келген уақытта алып істей бересіздер. Мөлшерлердің барлығын осы видеоның астына жазып кететін боламын. Енді біз ыдысымызды алып, салқын мұздай суымызды құямыз. Суларыңызды алдын ала жаңағы холодильникке қойып мұздатып алсаңыздар болады. Үстіне тұз қосамыз. Және де 1 шай қасық 9% уксус қосамыз. Араластырамыз да, бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Тағы да араластырып жібереміз. Біркелкі болуы қажет. Енді қамырымызға тезірек құйып, тезірек жинауымыз қажет. Осы кезде жылдамдату керек, өйткені біздің жаңағы майымыз еріп кетпеуі қажет. Сол себептен жаңа қамыр илеудің қажеті жоқ, жай ғана біріктіріп алсаңыздар болды. Міне қамырымыз біз осылай біріктіріп аламыз. Енді салафан пакетіне саламыз да, 1 сағатқа мұздатқышқа жіберетін боламыз. Ол бізде тура 1 сағат тұру қажет. Енді қамырымыз дайын болғанша біз осындай конусты жасап шығатын боламыз. Бізге тек қана осындай фольга керек болады. Фольганың осылай бір бөлігін осылай кесіп аламыз. Осылай 2 бүктейміз. Енді осылай бір бұрышын аламыз да, 3 бұрыш сияқты қылып, конустың формасын жасайтын боламыз. Мен бұл конустарды бірнеше рет қолданамыз, сол себептен ішіне тағы да осылай фольганы қиып аламыз да, ортасына салып қоямын. Мыжылып қалмас үшін ортасына салып қоямын. Мен қазір 8 штук жасаймын. Сосын барып, келесіде тағы да осыны қолданатын боламын. Міне біздің қамырымыз 1 сағат тұрды мұздатқышта. Енді қазір тағы да бір жайып аламын. Видеода көрсетілгендей жайып аласыздар, кішкене ұн қосып жіберіңіздер. Осылай төртбұрышты етіп жаясыздар да, видеода көрсетілгендей бүктеп шығасыздар. Енді сол ортасынан кесіп, міне видеода көрсетілгендей ортасынан кесесіздер, тағы да салафан пакетіне салып, тағы да 30 минутқа мұздатқышқа жіберетін боламыз. Міне біздің қамырымыз тағы да 30 минуттай тұрды. Енді қолдануға болады. Егер сақтайтын болсаңыздар, сол мұздатқышта сақтай беретін боласыздар.
кез келген уақытта алып жаңа қолдана берсеңіздер болады. Осылай енді жайып аламыз. Жұқа етіп жайып алдым. Енді осы ұзын сызықтарға, полоскаларға кесіп шығасыздар. Осы уақытта жаңағы духовкаларыңызды 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Енді конусымызды алып, жаңағы бір полоскамызды аламыз да, осылай ұшынан бастап орап шығамыз. Міне біздің трубочкаларымыз дайын болды. Қалғандарын да осылай істеп шығасыздар. Енді міне 3 жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып алдым. Сарысына кішкене сүт қосамыз да, жаңағы трубочкаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Сонда піскен кезде әдемі бір сіздерге түс беретін болады. Әдемі болып қызарып, күшті болып піседі. градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің трубочкаларымыз пісті, әдемі болып шықты. Енді жаңағы босатып суытамыз. Бізде толықты су қажет. Кремді жаңағы ыстықтай салуға болмайды. Енді біз белковый крем жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның ағуызы қажет. Біздің жаңағы жұмыртқа шайқайтын ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Үстіне кішкене тұз қостым. Сиропты жасауға бізге шамамен 50 мл ыстық су қажет, және де 180 грамм қант қажет болады. Осылай бәрін өлшеп алғандарыңыз дұрыс болады. 3 жұмыртқаға осындай көлемде қосасыздар. Енді жақсылап тұрып араластырамыз да, жай отқа қоямыз. Осылай араластырып тұрыңыздар, бізге қайнауы қажет. Қайнағанша араластырып тұрасыздар. Қайнап бастаған кезде 1-2 мәрте араластырсаңыздар жеткілікті. Жай отта 4-5 минуттай қайнатамыз. Қайнап жатқан кезде көп араластырып жібермеңіздер, 1-2 рет араластырсаңыздар жеткілікті болады. Енді сиропымыз осылай қайнап жатқан кезде біз жаңағы белогымызды, яғни ақуызымызды осылай шайқайтын боламыз. Жай жылдамдықтан бастаймыз, сосын қатты жылдамдыққа ауыстырамыз. Аппақ көпіргенше шайқайтын боламыз. Осылай өзінің формасын жақсы ұстайтын бізде жақсылап тұрып шайқалды. Енді біздің сиропымыз дайын болып қалды. Миксерімізді қосамыз да, жайлап жаңағы сиропымызды қоса бастаймыз. Қатты қосып жүрмеңіздер, осылай жаймен қоссаңыздар жеткілікті болады. Енді кішкене лимон қышқылын қосамыз да, тағы да миксермен шайқаймыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Өзі формасын ұстап, әдемі болып шықты, біркелкі болып шығады. Осылай дәмін көрсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Міне біздің жаңағы трубочкаларымыз әбден суыды. Кремді мен кондитерлік қапшыққа салып алдым, маған ыңғайлы болуы үшін. Енді осылай ішіне, трубочкамыз ішіне осылай видеода көрсетілгендей құйып шығамыз. Өте әдемі, керемет болып шықты. Балмұздаққа ұқсап кетеді, өте дәмді болып шығады. Достар, мен каналымда апта сайын жаңа рецепттер шығып тұрады. Сол себептен мен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің жаңа рецепттерімді өткізіп алмайсыздар. Лайк, комментарийларыңызды да ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Менде осы жаңағы мөлшермен, осы креммен, осы қамырдан 22-24 штук осындай трубочкалар шықты. Енді үстіне осылай қант ұнтағымен әсемдеп шықсаңыздар болады. Өте әдемі, дәмді, сіздерге 100% ұнайды деген ойдамын. Сіздердің және балаларыңыздың сүйікті тәттісіне айналары сөзсіз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер және қалай болып шыққан туралы комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі кездескенше.